Мұқағали Мақатаев. Менің анкетім. Туған жерім. Ұланымын Қарасаз деп аталатын ауылдың. Туған жылы 1931. Құрдасымын Шәмілдің. Жынысың. Еркекпін ғой, еркекпін, және тағы тәуірмін. Партияда барсың, жоқпын, бірақ коммунистік көз қараспен қараймын. Шыққан тегін, шаруамын, бар тірлікті бағалаймын. Біліміңше, орташа, алайда жоғарға балаймын. Ана тілім, қазақша, қысылғанда орысшада, немісшеде және тағы бар. Қайда істейдің? Мынау еңбек кітапшаның танылмау. Оқымаған дипломсыз демесең, бар басынан бар мамандық табылар. Міндетсің бе әскерге? Міндетпін. Біздің әлі жас кеуде. Жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуге. Сөгіс салып көрдің. Ол жағын періште едім дей алмаймын мен мүлде. Ойлы қырлы бұл өмірде болды ғой мүлк ету. Ол өзі елшісі ғой, ердің әлі елді де. Шетелдерде болдың ба? Болғаным жоқ, олар маған тұрғанда жоқ, құл болғап болды, алсам болды, өлсем болды, жайменен осы бір болып тұрған жерімде. Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ақын деген пендемін. Қағаз, қалам, уақыт бер деп, мен бұл өмірге келдім.